Кейбіреулер айтады ғой, мәдениетті ішу деп. Мәдениетті ішу деген болмайды. Сол арақ сені жәннатыңнан тосып тұр деймін да. Мотивация жүрді, қалай қоямын деп кейбіреулер ше. Жәннатқа кіргізбейді сені деген сөздің өзі жеткілікті ғой негізі. Қаншама адамдар ішіп алып сен мені сыйламайсың ба дегеннен басталады ғой. Шерден алдын тым жақсы дос ет дейсіз ғой. Иә, шерден алдын тым жақсы. Мен сен үшін тұрамын деп жаңағы. Мен сен үшін барлығына барамын дейді. Сосын барып сен мені сыйламайсың ба не дейді. Құранда саған бақытсыз болсын деп түсірген жоқ дейді. Бақытты сырттан іздеудің керек жоқ та. Сол Құранның ішінде тыйымдар бар ма ана жерде? Бақыт сол жерде жатыр. Дәл сол арақ ішкен халде дүниеден өтіп кеткендер қаншама. Мен пайғамбарымыздың мына бір хадисінен қорқам. Аллах тағала адамға зәрдей болса да ешқандай зұлымдық жасамайды дейді. Алайда адамдар керісінше өздеріне зұлымдық жасайды дейді. Үйленбеген адам үйлене алмай жүрмін деп айтады. Үйленген адам үйлендім ғой деп жынданып жүреді да. Үйленіп қойыппын деп. Үйленіп қойыппын деп ше. Осы қоғамдағы дерттер бірі енді үлкен апат деп айтсақ болады, үлкен күнәлардың бірі осы зинақорлық. Біз мешітке баратсақ, осыларға не жоқ, жасып бол. Міне. Мешітке баратсаң, осыларға не жоқ, пивалап жүрсең, қыздары бар, о деп жаңағы қолдарын көтеріп қой бүйтіп. Жастар ғой, қыдырсынен мәз ғой, біз де жүрген едік деп қойды. Енді ұстаздардың шабыттары ашылып, біраз әңгіме айтқысы келіп жатыр, енді бірақ енді амал жоқ. Алдағы ажырасып кетпеу үшін фактордың бірі бір-бірлеріңді дұрыстап тану. Сұрастыру ол туралы иә. Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля, ма ба'да, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті Арал мешіті YouTube арнасының көрермендері, бүгін біз өздеріңізбен кезекті подкаст түсірілімінде кездесіп отырмыз. Бүгінгі подкастымыздың қонағы өздеріңізге белгілі бауырымыз Елдос ұстазымыз қонақта. Алла қадамыңызға сауаптан жазсын. Және Арал аудандық орталық мешітінің ұстазы Темір Байболат ұстазымыз ортамызда. Қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымызда қозғайтын тақырыбымыз халқымызда ауруын жасырған өлет демекші. Енді қазіргі қоғамда белең алып отқан дерттер бәрімізді алаңдатады. Мысалға айтатын болсақ, ішімдік, нашақорлық, зинақорлық, енді айта берсек қазірде дерттер толып жатыр ғой. Енді жалпы осы ішімдікке турасында айтатын болсақ, енді Аллах тағала бұл турасында ішімдікті әл-хамру деп келтіреді ғой Құранда. Енді жалпы ол осы араб тіліндегі мағынасы жасыру деген мағынаны білдіреді екен. Енді себебі ол арақ адамның ақылын жасырады. Сол себепті осы адам осы ішімдікті ішу арқылы өзінің санасын, ақылын алжастырады. Енді ол жалпы адам бүкіл жаратылыстан артықшылығы, абзалдығы осы санасы, ақылы ғой. Осы ақылынан ажырасқан адам басқа бүкіл күнәларға жол ашады, өзінің жаңағы нәпсін, өзінің жаңағы бойын осы күнәға ұрындырады. Енді сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой, бұл ішімдік, арақ бүкіл жамандықтың басы кілті дейді. Иә, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір сөзінде бір үлкен бір ғибрат бар ғой біз үшін. Себебі не нәрседен тыйса, сол нәрседе пайда бар. Не нәрсені бізге бұйырса, сол нәрседе үлкен бір жеміс жатыр. Адам баласын, жалпы дін не үшін келді? Адам баласын құтқару үшін, адам баласының өмірі жөнделу үшін, ешкімнің ақысына кірмес үшін да. Ал енді мынау жаңағы айтып өткен осы дерт, қазіргі ішімдік ішу, арақ ішу, мас болу дегеннің бір үлкен зияны, адам өзіне ғана зиян тигізбейді, өзгелерге зиян тигізіп, өзге біреулердің мазасын алумен өтеді. Яғни кейбіреулер айтады ғой, мәдениетті ішу деп. Мәдениетті ішу деген болмайды. Адам бүкілі кішкенеден бастайды, бәлкім мәдениетті ішем деп бастайды шығар, бірақ кейін дерт оның не болып кетіп жатыр? Не болып кетіп жатыр? Асқынып кетіп жатыр. Мысалға, не үшін анау финансовый пирамидалар не үшін арам болады? Өйткені ол жерде түптің түбі әйтеуір бір адам ұтылып қалады. Бір адам ақшасыз қалып қояды. Сол себепті бәлкім, жарайды, 10 адам ішімдік бастаса, оның кемі соның жартысы, 5-еуі түбіне дейін кетіп қалмаса, қалған 5-еуі түбіне кетіп, соның түбіне батып, арақтан басқа ештеңе көрмей кеткен адамдар қаншама. Сол себепті барлық бәленің басында тұрған сөзсіз осы арақ. Жарайды, сен іштің, мас болмадың, бірақ сенің досың мас болып кетіп, үйінен естеді.
үйіне барғанда қандай жанжал шығарды. Сол қаншама сол отырыстан кейін үйіне жетпей қалғандар бар. Мысалға да айта берсең көп, бұның зияны. Сол себепті мынау ғалымдарымыз жалпы арақтың 7 түрлі зияны бар дейді. Қоғамда 7 түрлі зияны бар дейді. Біріншісі, адам жынды болып ақылынан алжасып кетеді дейді. Тіпті бір ғалым кітабында жазады, мен бір адамды көрдім дейді, Құдай сақтасын, өзі арақты ішіп алып құсты дейді. Құсқан кезде аузы, беті, жаңағы мұрты барлығы кірленіп лас болып кетті дейді, жаңа құсықтан. Сосын соны келіп бір ит жалап кетіп, жаңа кейін дәретін сындырып баратқан кезде соған жаңағы қолын тосып, жаңағы рахмет деп итке айтып, итке рахмет айтып берді. Ақыл кетіп қалған да. Ақылы кетіп қалған дейді. Құдай сақтасын, кейбір адамдар жаңағындай, сондай бір ақылы кетіп қалып, ессіз әрекеттер жасап, ессіз сөздер сөйлеп жатады. Яғни адам ақылынан алжасады. Ол кезде не істейді, не қояды, Құдай сақтасын, Құдай біледі. Екінші, бұның бір дерті, жамандығы, бұл сені достарыңмен жау қылады. Қаншама адамдар ішіп алып, сен мені сыйламайсың ба дегеннен басталады ғой. Шерден алдын тым жақсы дос еді дейсіз ғой. Шерден алдын тым жақсы. Мен сен үшін тұрам деп жаңағы. Мен сен үшін барлығына барам дейді. Сосын барып сен мені сыйламайсың ба не дейді. Болды ғой дейді. Ана сосын бір-бірлерін ұрып, сөйтіп бір-бірлеріне қол жұмсап қояды. Өліп кетіп жатқандар қаншама сондайдан. Алла тағала бұны Құранда да айтады екен да. Иннама юриду шайтану айюқа байнакумул адауата вал бағда фил хамри вал майсир. Яғни осы арақтан күтілетін мақсат сендердің араларыңа бір-бірлеріңе деген жаугершілік сезімді, бір-бірлеріңе деген ашуды тудырту. Қалай Алла тағала тура айтады да? Осы арақ үшін себепті бір-бірлерінің мұрнын бұзып, бір-бірлерімен бет жыртысып, кейін көріспей кеткен адамдар қаншама да, Құдай сақтасын. Сол себепті мен айтам, бұл Құдай сақтасын, сол бір арақты қойып кетші деймін да, дәл сондай достарың жоқ болып кетеді. Яғни сіздерді тек қана қосқан бөтелке, басқа ештеңке қоспайды екеуің бар ғой. Бөтелке жоқ па, басқа еш нәрсе жоқ. Екеуі өмір кездеспейді да. Шема дәл сондай адамдар жиналып қалады, Құдай сақтасын. Мысалға. Тағы да бір үшіншісі, бұл намаздан, зікірден, Алланы еске алудан тыйып қояды. Өйткені бұл шайтанның лас ісі болып табылады ғой. Төртіншісі, бұл арақ, жаңағы өзіңіз айтып өткендей, өзге күнәларға жол ашушы нәрсе. Арақ ішкен адам біреуді боқтайды, біреуді ұрады, біреуді тебеді, өзі шатақ іздейді, үйіндегі соңғы ақшасын жаңағы бала-шағаның аузынан жырып алып кетіп, сол қайтадан арағын алады, ұрлыққа барады, зина жасайды. Жалпы арақ бүкіл жамандықтың басы. Оның тағы да бір зияны, арақ ішкен адам басқа адамдарды жиіркендіреді. Кез келген жерге жай қарапайым темекі шекпеген адам келсе де біз үстіне бір жағымсыз иіс байқап тұрамыз ғой, мысалға, ой бұл мынау келді деп. Сіз жердің атмосферасын бұзады ғой. Иә. Бірден темекі шекпейтін адамдар бірден иісін байқап қояды да. Дәл солай, енді арақ ішпеген адам келген кезде кім ол жерде отырғысы келеді? Ол жерде ешкім отырғысы келмейді, ешкім онымен сөйлескісі келмейді, ешкім онымен сол әңгімесін жалғастырып, болды, ол адам кетеді. Бүкіл жерде жиіркенішті болған халінде қалып қояды, Құдай сақтасын. Абыройынан айырылады. Одан кейін арақ деген нәрсе адамның дұғасының қабыл болмауына әсер ететін бірдей бір фактор. Өйткені адам енді арақ ішкен кезде айтылып жатады, ол арақ оның денесінен, организмінен бірден кетіп қалмайды. Бірнеше күндер бойы, жаңа бір жерде 40 күн деп жатады ғой, организмінен шықпай жатады да. Ал бұл адамның дұғасының қабыл болмауының бірден бір факторы. Сосын барып тағы да ең жаман нәрсе, көп жағдайда мынау дінімізде мынандай сөз бар ғой, адам қалай өмір сүреді, солай өледі дейді. Дәл сол арақ ішкен халде дүниеден өтіп кеткендер қаншама. Мен пайғамбарымыздың мына бір хадисінен қорқам. Ол кісі айтады, арақ ішіп жатқан адам арақ ішіп жатқан уақытында иманды болып тұрмайды дейді. Иман ішіп тұрады. Иманы жаңағындай көлеңке сияқты одан шығып тұрады. Қашан ол соны қояды, иманы қайтадан өзіне кіреді дейді. Ал енді сол арақ ішкен күйде
осындай жаңағындай сол бір мас болған күйде дүниеден өтіп кеткендер қаншама. Ал ғалымдарымыз не деді? Сол күйде қайтыс болған адам солай қияметте тіріледі. Сол күйде қайтыс болған адам қияметте солай тіріледі Алла тағала. Иә, сол Құдай сақтасын, осындай бір зиян нәрселер бар. Бұдан да көп қой негізінде. Бірақ адам бір осыларды білсе, солардан тыйылса ғой деп бір іштей тілеп отырасың әйтеуір. Жәннатқа кірмеуіне себепші бар деген адамның. Пайғамбар хадисінде 3 адам жәннатқа кірмейді деген екен. Соның ішінде мудмин хамыр дейді, араққа салынып кеткен адам екен ғой. Соны айтқан екен, мудмин хамыр, сосын ата-анасына бойсынбайтын, ақ болған дейді ғой. Ренжіскен, осы біраз қылмаған. Сосын үшіншісі дәйус, біз білетін жаңағы әйелін қызғанбайды, қыздарын деген сияқты әйел адамдарын жалпы. Осы үштіктің қатарында сол бар екен да, Құдай сақтасын. Сол арақ сені жәннатыңнан тосып тұр деймін да. Мотивация жүрді, қалай қоямын деп кейбіреулер ше. Жәннатқа кіргізбейді сені деген сөздің өзі жеткілікті ғой негізі. Сол жерден тастап кеткен негізі. Ана өмір, мәңгі өмір, мына өмір өткінші ғой. Қыз деп ішіп жатады ғой енді. Иә. Енді адамдар не үшін ішеді? Бір демалу мақсатында. Бір демалайық, бір көңілімізді көтерейік. Стрессті болса. Байқаңыздар, адамдар деймін да, осыған соншалықты қатты байлап жүрген, өмірдің қуанышын, күлуін, сондай демалысын байлап жүрген. Ана бір тамадалар болады, той басқарып жатқан кезде бір халал тойды басқарып жатады. Анау тамада ойлайды, той көңілсіз өтіп жатыр ма? Бірдеңке жетіспей тұр ма дейді бір тамада бір күні. Сол кезде ішімден өзім ойлап қоямын да, сонда бірдеңке көңілді болу үшін міндетті түрде арақ керек па? Ол сен өзің ғой соған байланып қалған. Өзің соған жүрегіңді байлап, қуанышты тек қана сонымен байлап тұрсың. Әйтпесе, жұбайыңмен, бала шағаңмен ойнап, соларды ойнайтын жеріп, баршы өзің, сен балаларыңдың неше түрлі қылықтарын көресің, өзің көрмеген. Анау қылық шығарған, анау неше түрлі сөздерді жаттап алған, тілі шығып келе жатыр. Өзің анау немесе балаларың ері жетіп кетсе, солардың жетістіктерін сұрашы, соған өзің де мәз болып күліп келесің. Сол немеренің қызығы бар, бала шағаңмен бір жерге шығу, сол семьяңды қуанту, ата-анаңмен бірді, ата-аналарыңды қуанту, сол арақ алатын ақшаға соларға бір гүл апарып беріп қуансаң бар ғой. Анау деген ата-анаң болсын, әйелің болсын, Құдай-ау, қуанғаны сондай қатты болатын шығар, сен ондай эмоцияны көрмеген де шығарсың өміріңде деймін да. Қуаныш деген басқа көп нәрселерде бар да. Просто адамдар оны сол нәрсемен ғана байланыстырып қойған да. Аллаға шүкір, достарыңмен отырып, жаңағындай өзге де әңгімелерді айту, балалық шақты айтып, еске алып, күліп алу деген сияқты бір, білмеймін, басқа көп нәрсе бар ғой. Көп қой, көп. Мен ойлаймын, керісінше арақ ішіп алғаннан кейін наоборот, жаңа ақылыңдан алып жатып, не істеп, не істеген, не істемей болғанды. Келесі күні баса ұрып дейсің. Соны абырой қылып ше. Кеше деген жаңағы не істеп едік. Мен әйтеуір дым білмеймін деп ше. Қатырыпсың дейсің. Иә, соны қатырғандай болып әңгіме айтып жатады ғой. Соны ешқашан түсінген емеспін бар ғой. Просто адамдар ойлайды да, жаңағындай осы намаз оқысам, жаңағындай намаз оқып кетсем, ешқандай қызық жоқ қой деп ше. Иә, бейне бір бізде ешқандай қызық жоқ, біз күлмейміз, өмір бақи серьезный болып жүреміз. Түріміз қатайып алған, сақалды өжіріп түріміз қатайып алып жүруден басқа еш нәрсе білмейді екенбіз деп ше. Анда бір ғалым айтып жатыр ғой, сол жаңағы көңіл көтеру үшін ғой соны ішетіндер дейді. Бақытсыз қылады біз дін деп ойлайды да, Құранға жолап кетсең бақытсыз боласың деген сияқты. Бірақ ана Омар радиаллаху анхудың исламға келуіне болған аят бар ғой. Талха мәңзәлна алейкел Құран литашқа. Құранды саған бақытсыз болсын деп түсірген жоқ дейді. Бақытты сырттан іздеудің керек жоқ та. Сол Құранның ішінде тыйымдар бар ма ана жерде? Бақыт сол жерде жатыр. Ол ана ішінде бақыт іздеп сол анаған барады, мынаған барады, жаңа дерттердің біріне жолығады ғой сол. Өкінішке орай. Иә. Сондай аурулар болып тұр. Керісінше сол барлығын тастап, Алланың мейірімінен үміт етіп, Алланың жәннатын аңсап, сол нығметтерді айтып, отқанға не жетсін. Негізі Алла тағала Құранда айтады ғой: "Фазкуру ниъматаллахи алейкум". Алланың сендерге берген нығметтерін көп еске алыңдаршы дейді да. Сөйтіп анау қарап еске алып отыра берсең бар ғой, өзің іштей қуанасың, көзіңе жас келеді. Не деген байлық. Иә, не деген байлық. Алланың саған беріп жатқан үлкен таусылмастай байлығы қандай көп екеніне жай ғана көзің жетіп, өзіңді дүниедегі ең бақытты адам сезінесің ғой. Анау бір ғалым бір күні жылады дейді ғой, көзінен жас ағып, шатаспасам Фудойл ибн Ияд болса керек, жылап отыр дейді. Сол кезде айтады да: "Сен не үшін жылап отырсың?" деп. Сөйтсем мен Құрандағы мына бір аятқа енді ғана ой жүгіртіп отырмын дейді. Әлем наджаллаху айнайн.
біз саған екі көз бермедік па, біз саған жаңағындай ерін мен тіл бермедік па деген кезде, сөйтсем ешқашанда көріп тұрған көзіме, сөйлеп тұрған тіліме шүкіршілік етпеппін деген екен да. Ол анау біз ұйқыдан тұрған кезде көзім көріп тұру керек, аузым сөйлеп тұру керек, аяғым жүріп тұру керек дейміз ғой. Көп жерде айтатын бір оқиғам бар. Ол жігітті өзім білем, Темірлан деген бір бауырымыз бар. Сонымен мынандай оқиға болған ғой. Бір күні таңертең оянып қалған ғой. Сөйтсе жаңағы оянған кезінде сөйлей алмайды. Сөйлейін десе сөйлей алмайды. Мысалға сен сөйлеп кете бересің, тұрып алып сағат неше, тамақ дайын ба деп, жұмысқа қалып баратырмын бірдеңке деп тұрады, сөйлей алмайды да. Субханалла. Енді жаңа үйде мама жүр дейді да. Анашым жүр дейді. Ай, Темірлан, анам бүйтесің ғой, сөйтесің ғой. Жауап бере алмайды. Деп жүрмін дейді. Маған қарады, анам үндеген жоқ, үйден шығып кетті. Жұмысқа барам, жаңағы объект тапсырып жатырмын дейді да. Жаңағы мынаны қабылдап ал дейді. Не ол тісің ауырып қалды ма десем, деп жүрді. Білдіртпейді, әлі өзі түсіне алмай жатыр ғой. Өзі әлі шок еді. Жаңа Темірлан. Әлі өзі де білмейді. Сөйтіп жүрген кезде бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн. Бірнеше күндер уже өтіп кеткеннен кейін қағазға жазады ғой, маған мен сөйлей алмай жатырмын деп. Барады, больницаға барады, больницада дым істей алмайды. Сөйтсе барып, енді Құдай біледі не болған екен, бірақ жаңағы мешіттегі бір ұстаздарды тауып алып, әйтеуір Құран оқитын кісілерді 3-4 кісі жаңағындай қоршап алып Құран оқыған кезде, дем салған кезде руқия жаңағы оқып, ана кісі қайтадан сөйлеп кетті дейді. Ал жаңағы жерде сөйлем. Енді дейді жаңағы масқара, енді сол кезде сөйлеу дегеннің қадірін түсініп қаласың ғой дейді. Ана қазір интервью жүр ғой, бір әнші ағамыз Сайлаубек деген кісі, сол кісі бір кісіге интервью беріп жатыр, 5 күн көзім көрген жоқ дейді. Одан асқан нығмет жоқ екен ғой дейді. Одан асқан нығмет, соны түсіну үшін просто 5-ақ күн көзің көрмесе бар ғой, масқара мына 2 көздің қадірін білесің да. Солай норма деп ойлаймын. Қалыпты көреміз да, енді Алладан келіп жатқан нығметті түсінбейміз ғой. Осыдан 2 жыл алдын өзім жиен қандасым ғой, туысқан, апамның несі. Сол хабарласады, больницаға келесің бе деп. Сол аяқ астынан 2 көз көрмеген ғой. Бұрын жаңа плюс-минус деген жоқ. Бұрын бір көзіне дерті болса екен, ақау жоқ. Сонда айтып жатыр, нығметтің қадірін сездім дейді да. Біз кеткен кезде сеземіз ғой. Сол көріп тұрған кезде сезсек, арақпен денеміз уламай. Соны айтайын дегенім, адам көп шүкіршілік ету үшін халіне жан-жақта оның қоршап тұрған көп деген байлық бар екен білу үшін адам Алланың нығметтерін еске алу керек. Сол нығметтер еске алынған кезде адам содан-ақ демалады. Рухани аштық болмайды сол кезде. Ал адам не үшін жаңағы ішеді арақты? Рухани аштықтан, өзге нәрседен демалыс көрмегеннен, өзіне нәрсені байқамағаннан, ол стресс қой, өйткені шығарғысы келеді. Тым жоқ. Неге біздің ел комедия жақсы көреді? Неге адамдар көп комедияға барғысы келеді? Өйткені адамдар көп нәрсені ұмытып, сол күлкіге беріліп көргісі келеді дейді. Сондай сезім болады адамда. Сондай сезім болады екен да. Ал енді көп Алланың нығметін еске алған адам, мен ойлаймын, ол шаршамайды деп. Ол шаршамайды, шаршау деген аз болады, стресс деген аз болады. Өйткені ол білет қаншама оны қоршап тұрған нығмет бар екен. Ол тіпті жұмыстың өзі нығмет екен. Бізде мынандай болып кетті ғой, қазір өкінішке орай заманымыз сондай болып кетті да. Жұмысқа тұрғандар жұмысын жамандайды, жұмыссыз жүргендер жұмыссыздығын жамандайды да. Ешкімге ешқандай халі ұнамайды. Үйленбеген адам үйлене алмай жүрмін деп айтады, үйленген адам үйлендім ғой деп жынданып жүреді да. Үйленіп қойыппын деп ше. Шүкірсіз болатық қой. Не болып кетті деп ше. Ешқандай адамды. Бүкілінде стресс. Неге? Өйткені біз жан-жақта Құдайдың беріп жатқан нығметтерін ұмытудамыз да. Ал Алла бізге қайта қайталайды. Фазкуруни аматаллахи алейкум. Алланың сендерге берген нығметтерін еске алып отырыңыздар дейді да. Құранда өзі көп келтіре береді. Не нәрсеге шүкіршілік ету керексің, соның барлығын айта береді да. Сол себепті мен ойлаймын, бірден бір құтылудың жолы, тастаудың жолы Алланың берген нығметтеріне кеңшілікпен қараған кезде адам қолда бардың қадірін біліп түсініп, жан-жақтағы адамдарды байқағаннан кейін уже арағын байқамай кетеді.
деген бір түсінік қой енді менікі. Стресс кетеді де сонымен салына қоймас оған. Алла енді осы біздерге нығметті көрсетіп түсіндіріп қойған Аллаға сан шүкірлер болсын дейміз. Енді жалпы енді қазір осы енді ішімділіктің, арақтың несін салынған адамдар енді осыны қимай жаңағы нәпсінің бір ақтап сөздер айтады ғой неше түрлі. Жаңағы біз енді арақтың арам екенін, жаңағы жақсылыққа апармайтынын айтып, осыны айтқан кезде олар енді жаңағы нәпсін ақтап арақ деген енді пайда бар емес па деп, онда пайда бар ғой деген секілді осындай бір сылтауларын айтады ғой. Пайдасы бар ғой деп па? Пайдасы бар ғой. Параштар айтты деп. Құранда өзі негізі араққа қатысты аят несіменен деңгеймен түскен ғой. Адамдарда қатты салынып тұр ғой енді ол кезде де. Деңгеймен түседі. Бірден тиіп тастамайды. Сол арасында аяттардың бірі сондай ғой. Жаңағы Абу Бакр радиаллаху анху сол аят түскеннен кейін тоқталған дейді бас жағында. Бұнда сендерге жаңағы пайда бар, бірақ пайдасынан гөрі зияны көбірек деп. Сол жердегі пайдасы дейді жаңағы арақтың біреу сатар бәлкім жаңағыдай ақшасын көреді деген сияқты ғой. Сондай ғана бір пайдалар болмаса өткенше. Бірақ оның артында зиян жаңағыдай инапат болып тұр ғой. Орасаңыз өтіп тұр ғой. Өйткені аятта солай айтылмай ма? Бұның пайдасы бар, бірақ зияны көбірек деп. Зияны көбірек деп. Бірақ зияны көбірек деп тұр да. Жалпы бізде мынандай да, енді мен тағы да бұның бір зияны жаңағындай есіме түсіп былай саралап отырсам, бұл сенің жаныңа жалған достарды жинайды. Жаңа өзіміз айтып өттік қой. Өйткені мен шын айтайын қаншама кісілерді көрдім, арағын тастап кетсе болды, анау достары автоматты түрде жоғалады ғой. Хабарласпайды. Болды. Мен өзімнің жақын туған туысқандардың арасында да болған, анау қойдым дейді. Болды дейді, жаңағы бала күнгі досым жоқ дейді, хабарласпайды. Белгісіз, бітті. Мен ананың өмірінде жоқпын. Мен ішпеймін, мен ананың өмірінде жоқпын. Сонда қызықта ол менімен тек қана арақ үшін ғана жүрген бе? Сонда арақ болмаса мен басқа бір қасиеттерім бар ғой. Адамгершілік қасиеттерім, мүмкін мен шыншыл, адал болған дос шығармын деп. Сөйтсе, мен сені жаңағыны сен үшін барлығын істеймін, сен үшін барлығына барамын, сенен артық адам жоқ, білесің. Сон барлығы бар ғой, былайша айтқан кезде бір бөтелке үшін айтылып жатқан сөз екен ғой. Демек оның барлығы жалған. Енді осы кезде мынандай бір аят бар да, Алла Құранда Әл-әхилләу яума изим баъдухум ли баъдин аду иллал муттақин дейді. Бұл дүниеде бір-бірлерін бауырмыз деп жүрген адамдар қияметте бір-бірлеріне жау болады, тек қана шынайы тақуалардан басқа дейді. Осы аяттың тәпсірінде, яғни екі түрлі адамдар болады дейді. Біреулері олардың бастарын қосатын дүние дейді. Тек қана басқа жоқ. Мысалы, арақ бар, жоқ, арақ жоқ болса жоқ. Көрдіңіз ғой? Мысалға, тағы бір өзге дүние бар, ол нәрсе жоқ болса, екеуі араласпайды. Ал енді бір адамдар бар, екеулерін араларын қосатын тек қана Алла. Осы аяттың тәпсірінде имам Аль-Қуртубида келеді, бір адам дейді, дүниеден өтеді дейді. Алла үшін араласқан екі дос болады, соның біреу дүниеден өтеді. Сөйтіп Алланың құзырына барған кезде айтады екен: "Я Алла Тағала, менің шынында да дүниеде досым қалып қойды. Ол досым маған тірі кезінде сені еске алдырып тұратын. Саған қарай жүруді, сенің нығметтеріңді әрдайым маған ескертіп тұратын. Я Құдайым, мені қалай кешірген болсаң, оны да кешір. Маған қалай нығмет берген болсаң, оған да нығмет бер. Мені қалай қабір азабынан сақтадың, оны да сақта. Мені қалай жәннатқа кіргізесің, оны да солай кіргіз" деп жантұғай етіп кетеді дейді. Достық дейсіз ғой. Достық. Ал енді жаңағындай бір-бірлерін тек қана жаңағындай арақ деген сияқты мәселелер үшін дос болған адамдар ертең қияметте екеуінің біреу өтіп кеткен кезде Алланың алдына барып: "Я дос, Аллахым, ана дүниеде менің досым қалып қойды. Бірақ ол маған сен туралы айтпайтын, сен туралы ескертпейтін. Мүлдем екеуміздің арамызда сенің есімің аталмайтын. Я Алла, мені қалай азапқа душар еттің, оны да солай азапқа сал. Мені қалай тозаққа тастайтын болсаң, оны да солай таста" деп айтады. Қарғыс айтып отырды. Қарғыс айтады. Осы орайда Құдай сақтасын, сол анау айтады ғой, тозақта, мысалы пайғамбарымыздың мынандай хадисі бар да, білесіздер, Алла үшін дос болғандар деген, мысалға ертең
қияметте қалай бір-бірлеріне шапағат жығылады білеміз. Бүкіліміз осы хадисті естідік. Алланың алдына барып жаңағы ясумуна мағана, юсоллуна мағана, яхуджуна мағана, я Аллахым, анау менімен бірге ораза ұстайтын, анау менімен бірге намаз оқитын, анау менімен қажылық қылатын деп дәл осы сөздерді осындай формада айтады екен да. Алла тағала онда бар да оны алып шық тозақтың отынан, бар да оны алып шық дейді. Ана келеді тозақтың, анау сол кезде дейді өзінің досын танып алып шығады дейді. Сосын өзімен бірге жәннатқа кіргізеді. Бұл достардың бір-бірлеріне деген шапағаты. Кімдердің? Алла үшін салихалы істерді бірге жасаған адамдардың да. Ал енді тозақта дейді, бір адам азапталып жатады, екінші адам да азапталып жатады екен. Сол кезде жаңағы бір-бірлерін бірге күнә істеген жігіттер ғой. Сөйтсе жаңағы анау бір-бірлеріне азаптар жеңіл болып көрінеді екен да. Анау жеңіл азапталып жатқан сияқты, мен қаттырек таяқ жеп жатқан сияқтымын деп сөйтіп көрінеді екен да көзіне. Сол кезде айтады екен, Құдай, ана біз екеуміз бірге ішкенбіз ғой біз. Ана екеуміз бірге істегенбіз күнәні. Бірге ұрлағанбыз, бірге өтірік айтқанбыз. Ананы бірге ішкенбіз. Құдай, ананың азабын күшейт деп айтады дейді. Анаған да солай көрінеді, ол да солай айтады, біз бірге ішкенбіз деп. Сол кезде Құдай не дейді? Бір-бірлеріңе деген лағнеттерің қабыл болды дейді, екеуінің де азаптарын күшейтіп жібереді дейді. Бұл дүниеде уақытша жай бауырымыз деп жүрген адамдар ғой. Құдай сақтасын. Мен бірден айтам да, сенімен арақ үшін араласып жүрген, тойыңда арақ қоймайым деген кезде сенімен араласпай кеткен адамдар, олар сен достарың емес, олар сен бауырларың емес. Сен оларды сыйлауға болды, олар лайықты емес. Осындай шынайы достар қайда деймін да, мысалға да. Өшкіре солай болып тұр. Бұл Алла ондай енді арсыздықтан, осы дүниедегі адамның жалпы осы арақтың, ішімдіктің зиянын айтып жатырмыз ғой, жалпы адамның абыройын төгетін, ақылды адамның жаңағы сондай бір күнәға келеңсіз жағдайға ұрынатын. Енді бұның ақыреттегі бұның жазасы қандай болатын? Осы дүниедегі жазаларын нелерін, зияндарын айтып жатырмыз ғой. Дұғаға болмайды дедік. Сол сияқты ақыретте жазалардың бірі жаңағы жәннатқа кірмейді деген 3 топтағы адамның бірі осы болып тұр екен. Сосын ертең қияметте бұларға жаңа зинаның нелерін айтып келген кезде зинақорлар жазасын көреді, сосын олар жаңа ірің нелер ағады деп. Сонда гузин болып ағып атады дейді да, жаңа нелерінен, әуретшілерінен істегендер, зинақорлардікі. Соны ішетіндер мудмин хамр дейді, жаңа араққа белшесінен батқандар бар ғой. Соны ішкізіледі дейді, Алла сақтасын. Енді шыныменен дерт болып тұр ғой, алыстайтындай ақ. Құдай сақтасын. Енді жалпы енді Ереке, осы енді жалпы адамның денсаулығына зиян осы арақ турасында айтып жатырмыз ғой. Енді жаңа сол секілді жалпы адамның денсаулығына зиян беретін, біздің жалпы дінімізде денсаулық бізге берілген аманат қой. Жалпы бізде дінімізде осы аманат деп қарап осы денсаулықты сақтауды талап етеді. Алла Құран кәрімде енді аятта Юнус сүресінде айтады ғой. Аллах тағала адамға зәрдей болса да ешқандай зұлымдық жасамайды дейді. Алайда адамдар керісінше өздеріне зұлымдық жасайды дейді. Яғни адам баласы өздеріне осындай денсаулықтарына зиян келтіру арқылы осы жаңағы қазір енді айтпағымыз нашақорлық. Нашақорлықтың жаңағы осы есірткінің құмарына түсіп, осы нәрседен шыға алмай, осы қоғамда осындай келеңсіз дерттердің бірі. Осы турасында бір сөз болса. Нашақорлық қазір нашақорлық десе көбінесе андай еске түсетін болып кеткен ғой, мына ине салып атады деген сияқты. Бірақ қазір нашаның түрлі шығып кеткен ғой, енді андай порошок түрі, химикат түрі, әсіресе мына жастар қатты кіріп кеткен дейді, соны үлкен қалалардан дегендей. Халық бел болып күресіп тоқтата алмай жатыр да. Қатты кеткен соншалық, енді 2023-тегі статистика бойынша жаңағы ауыратындар сол неменен уже кіріп кеткендер ше, 18 мыңдай адам не істеген екен, жастар кірген соншалық. Бұл енді жаңағы арақтың несіне жасады, ақылды кетіретіндер, соның үкіміне кетеді бұл да. Тыйымдығы бәрі. Ақылыңды кетіргеннен кейін шариғат оған автомат түрде тыйым салып тастайды. Жоламау дегендей. Көбісі жаңа арақтан неден қашамыз, сасымаймыз деп осындай барып жатады ғой. Білдіртпейміз, еш шықпайды, бірдеңе қылмайды дейді, жаңа за рулем ұстамаймыз деген сияқты. Бірақ бұл арақтан 2 есе өзінде ертіп жүріп, талай жастар Алла сақтасын осыған кіріп кетіп жатыр ғой. Енді ол жалпы есірткі, осы нашақорлық деген кезде тек қана жаңағы
инемен салатын нәрсені түсінбейміз дейсіз ғой. Иә. Ауқымы жалпы түрлері көп дейсіз. Бізге жасырын көрінбей жатқан нәрселер бар да, ата-аналар айтқым келетін, балдарын қарау керек та. Бір бейтаныс бір нәрсе алып келсе, уже апасын деген сияқты. Бірдеңе түрлері шығып кеткен, неше түрлі. Иә. Мен мынандай бір жақында бір магазинге кірдім да, дүкенге. Бір дүкенге кірем. Сол кезде бір жас жігіттерді көрем. Енді Алла разы болсын, көп жастар негізінде, жастардың арасында да имандылары, жақсылары бар, жоқ емес. Баршылық. Бірақ әлде де көптеген жастар аз емес, олар да аз емес негізінде. Осы бір жаңағы нашақорлық болсын, арақ құмарлық болсын, сондай нәрселерден әлі бас тартпауда да. Сөйтіп жаңа дүкенге кірем, қараймын жаңағы көп қылып жаңағы неше түрлі нәрсені алып жатыр, жаңағы пиваларды толтырып жатып, сыраларды толтырып жатыр, алып жатыр. Сол кезде жаңағындай мынандай сөз есіме түсіп кетті да, бір кенеттен. Айтып жатады ғой, қазір 21 ғасырда адам даму керек. Неге сендер мешітке барасыңдар? 21 ғасырда адам деген 21 ғасырда өмір сүріп жатыр ғой. Сендер осыда мешітте отырасыңдар, дым істемейсіңдер, дамымайсыңдар, ана сондай бір уәждерді айтады да. Мен сол кезде айтамын да, қазір 21 ғасыр дамитын, жұмыс істейтін, алға қарай жылжитын уақытта мыналар неге ішіп жүр? Мыналар неге нашақорлықпен айналысып жүр? Неменеге сол проблеманы көтермейді? Неменеге сол жастарымызға деген жаңағы есірткі, нашақорлық, соны бар ғой, Құдай бір өзі кешірсін, мүмкін менің шындығым біреуге ұнамайды шығар. Соны бір-біріне сатып атқан өзіміздің адамдар. Өзіміздің адамдар бір-бірлеріне сатып атыр. Оны білетін адамдар да бар. Ешкім бірақ оны тоқтатқысы келмейді. Ешкімді бақыламайды. Біреудің баласы жаңа темекі шегіп жатса нормально қарайды. Жасы келіп қалыпты, 18-де рұқсат беретіндер бар мысалға да. Сондай нәрсеге рұқсат беріп жүргендер бар. Біліп қойып, артынша амал істемей жүргендер, немесе ерікті қылып жібергендер бар. Балаға ештеңке демеу керек деп жаңағындай. Өзі көрсін деген сияқты. Ал енді жаңағы бір мешітке барып қалса болды. Ойбай 21 ғасыр, 21 ғасырда сонда сосын барлығын істеуге бола ма? Сосын тағы да нан да түсінбеймін да, үлкен кісілер. Осы жастар кішкене соның барлығын қойса бар ғой. Сосын мынандай нәрселерді айтады үлкен кісілер. Сен өмірдің қызығынан қалып қойдың ғой дейді да. Ей, сен неге намаз оқып кеттің? Сен әлі сен өмірің алда ғой дейді. Қаншама қызық бар. Мен сол кезде сұрақ қойдым, не қызықтан қалып қойды ол? Ол не істеу керек қазір? Ішу керек па? Ол шегу керек па? Ол неше түрлі қыздарға бару керек па? Осыдан қалып қойып жатыр ма? Осыдан қалып қойып жатыр ғой сонда деймін да. Қызықтың өлшегін бөлек болып тұр ғой. Сон Құдай сақтасын, мынандай ата-аналары бар, мынандай түсінікте жүретін білесіздер ма? Андай балаларын қызың бар ма дейді. Жүріп жүрген қызың бар ма дейді. Қыздарға барып жүрсің ба дейді. Ол өйткені ер адам как будто қыздарға бару керек та. Ал қыз бала ешкіммен не істемеу керек та. Көрдіңіз бе? Сол қыз баланы шектейді. А ер адам сондай ойнаған істеу керек па? Менікі бұзылмаса болды, ана бұзылып кетсе бәрібір. Біреудің қызы бұзылсын, бірақ менің қызым бұзылмасын. Біреудің қызы бұзылсын, бірақ менің балам бұзылмасын да. Бұл қайдан келген психология деймін да. Бұл керісінше, мынау мен не үшін айтып жатырмын бұны? Кейбір кезде сол жастардың сол ерікті түрде сол үлкен күнәларға, нашақорлыққа, араққа, пивге, зинаға салынып кетуіне де біреулер бір итермелеп тұрғандай да. Ол дұрыс өмір сүріп жатыр. Ол дұрыс, қазір қыдыру керек. Жастар ғой қыдырсын деп қойды. Анау жастар деп гулянкада жүріп ше, пивлатып жастар ғой деп мәз да. Ал біз мешітке баратсақ, осыларға не жоқ, жас бол. Міне. Мешітке баратсаң, осыларға не жоқ, пивалатып жүрсең, қыздары бар, деп жаңағы қолдарын көтеріп қой бүйтіп. Жастар ғой, қыдырсынен мәз ғой, біз де жүрген едік деп қойды. Құдайым, не психология деймін да бұл. Жарайды, өздері совет үкіметі уақытында болды, енді баламау деп, енді керек емес. Жаңа жөнделіп келетқан, түзеліп келетқан жас бауырларымызды керісінше оларды құртып керек емес деп ойлаймын мен енді.
Иә, ол енді өзіңе тимейді деп ойлайды ғой енді бәрі. Мен ішпесем болды, жаңа сатып жатыр дегенде шығып жатыр ғой, магазин сатады. Бірақ соларға не істеп келген кезде енді мен өзім ішпеймін ғой, немесе өзім тартпаймын ғой деген сияқты. Бірақ сатумен айналысатындар бар да, мен өзім алыс емеспін деген сияқты. Бірақ одан тапқан табыс арам екенін білмейді да ол. Оны соны істеп жатсың, соған себеп болып жатсың, бәрі соған сол қандай күн арқалаған болса, сен де соны арқалайсың. Бізде мына қоғам болып өмір сүріп жатқаннан кейін бір күнә шығып кетті ме қоғамға, ол айналып келеді да былайынан. Сол ойда адамдар көбейе берсе, сол ойда мысалы жаңа біреуге қызын ойнасып болғанын қаламайды деп жатыр ғой, бірақ баласы біреудің қызымен ойнаса керек. Ол норма. Ол сөйтіп ойлап жүр ме, ана түсініктегілер келіп айналып келіп өзің қызыңа бір күні келеді. Өйткені қоғамда сондай түсініктегілер көп, біреудің қызын пайдаланып кетейін деген. Ол бір күні келіп саған ұрады, бір күні сені де ұрады. Сен біреуге нашақорлық сатып жатсың ба, ертең сенің балаң да сол нашақорлықпен ауыратын жексұрын болып шығуы мүмкін да. Өйткені ол айналып келеді. Мынандай бір қағида бар шариғатта. Әл-жазау мин джинсил амал деген. Саған берілетін жаза сенің істеп жүрген амалыңның жынысынан болады дейді. Яғни сен қандай нәрсемен адамдарды улап жатсың, қандай нәрсенің күнәға батып жатсың, дәл сол нәрсені Алла тағала сенің апатың қылып қояды, былайша айтқан кезде. Ол дүниеде де ақыретте де. Дүниеде де ақыретте де. Егер дүниеде берілсе, адамдар дүниеде берілмесе құтылып кетті деп ойлайды ғой. Алла ақыретке қалдырса, одан да қатты болады да негізінде. Алла Құранда айтады ғой: "Уала тахсабанналлаха ғафилан амма яъмалу залимун. Иннама юаххирукум яумун ташхасу фихи ал-абсар." Алла тағала залымдардың істеп жатқан істерінен ғапылдықта, білместікте деп ойлап қалма. Алла тағала шынымен де оны бір қорқынышты бір күнге олардың жазаларын кешіктіріп дайындап жатыр дейді, Құдай сақтасын. Мына дүниеде бір-екі рет жарайды, жаңа бір жеріңнен ауырып қалар, бірдеңке болып қаларсың да, осы дүниеде жазаңды алып кетесің. Ал ертең қияметке қалып жатса, ол одан да жаман нәрсе болып қалады да. Ал ең жаманы, Алла тағала бәрібір де негізі оны бұл дүниеде бір кесапатын бәрібір көрсетеді. Анау айналып келіп не саған, не сенің жаңағындай, Құдай сақтасын, отбасыңа келіп тіреледі. Маған бүйтіп айтады да кейбір кісілер: "Причем тут менің отбасым?" дейді да. Мен балам не кінәсі бар? Мен айтам, бұл өмірде барлығы связка. Мынандай жігіттер бар да, мынандай бауырлар бар, жастар да бар, дейді. Ол менің өмірім ғой дейді. Сендер араласпаңдар. Қалай араласпаймын? Мынандай жігіттер бар. Құмар ойынға беріліп кетеді, мысалы кетіп қалады, нашақорлыққа, наркотикқа, наркоман болып кетеді да. Бұл менің өмірім, араласпаңдар. Қалай менің өмірім араласпа? Мен сен туған анаңмын ғой. Мен сен туған әкеңмін ғой. Бұл жерде как минимум аз дегенде мен жүрегім ауырып шырылдайды. Біз солай бір-бірлерімізге қатты байланысқанбыз. Әргі адам Құдайдың алдында өзі үшін жауап береді. Бірақ бұл дүниеде сондай екенде, сіз бір бәле істеп қойсаңыз, мен сіздің жақын бауырыңыз, мен жүрегім бәрібір ауырады. Мен сіздің анаңыз болсам, бәрібір жаным ашып, уайымдап, басым ауырып, мен де бір ауруға шалдығам. Мен бір туысқаным қайтыс болып кетсе, біреу ішімдікке салынып кетуі мүмкін соның жақынына. Бұл өмірде солай бір-бірлерімен бүкіл байланысты. Арғы дүниеде әркім өзі үшін жауап береді. Бірақ мына дүниеде біз бүкіліміз бір-бірімізбен байланыстымыз. Ешкім мен өзім білем, менің өз өмірім, мен өзім үшін өзім ғана жауаптымын деп айтуға ақысы жоқ. Сенің отбасың бар, жақындарың бар. Сен әрдайым барлығы үшін осы дүниеде не болу керексің? В ответе болу керексің. Ол солай, ол мемлекеттің заңында да солай. Бүкіл бір-бірінен үшін жауап беріп отырады. Анау өліп қалса, анауның кредитін жабады. Солай ғой, анаудан түрмеге түсіп қалса, анауынан соған көмектесіп жүреді өмір бақи. Сен менің өмірім, сен біреудің өмірін құртып отырсың сен. Мен сол үшін бір рет Инстаграмда пост шығарғам ғой. Аналарыңның ұзақ өмір сүргенін қаласаңдар деймін. Өз аналарыңды өздерің шаштарын ағартпаңдар. Аналарыңа өздерің уайым сыйламаңдар. Аналарыңа өздерің ауыратын, жаңағындай жүрегіне уайым жиылатын, ауру тартатын нәрселерді өздерің істемеңдер. Осындай әрекетті деймін да. Сол үшін бүкіл бір-бірімен байланысты бұл жерде. Өз өмірім деген жоқ дейсіз ғой. Өз өмірім өзім білем деген нәрсе жоқ. Сен жасаған жаңағы терістерің міндетті түрде жан-жағыңдағы ағайыныңа, бауырларыңа бәрі әсер етеді. Сол себепті айтайын деген, нашақор шегіп жүрген менің бауырым, сен біл. Сенің жақын арадағы туған туысқандарың бар. Сені уайымдап отқан. Сенен үлкен үміт күтіп жүрген әке-шешем бар. Мен ұлды болдым ғой, мен қызды болдым ғой деген сенің қуанған әке-шешең бар. Олар сенің осындай есірткі шегіп,
нашақорлықтың артында кетіп, сондай оларға тек қана абыройсыздық пен оларды қара бет қылу үшін олар сені дүниеге әкелген жоқ. Осының барлығын әрбір адам сезсе ғой, соның мойнындағы жауапкершілігі бар екенін. Әрбір жас жігіт сезсе, соны білсе, әлбетте ол үлкен бір жетістіктерге жетіп, көптеген белестерді бағындырып, кем дегенде қарапайым жұмыс істесе де, өзін әке-шешесін әйтеуір ренжітпей, өз араларында бақытты өмір сүре беретін еді. Міне осындай нәрселер ғой енді, Құдай. Алла разы болсын. Енді жалпы енді осы тағы да осы қоғамдағы дерттер бірі, енді үлкен апат деп айтсақ болады, үлкен күнәлардың бірі осы зинақорлық. Енді Аллах Тағала Құран кәрімде де бұны жалпы азғындық екенін, бұған жоламауды, жақындамауды ескертіп айтады ғой. Енді жалпы осы қазір енді осы салдарынан қаншама шаңырақтың шайқалғанын, күнәсіз сәбилердің жалпы жетім қалып жатқандарын, өмірге келмей жатып қаншама түстік тастап жатқандарын енді естіп көріп жатырмыз. Енді бұл енді шынымен де жалпы қоғамды, елді бір азғындыққа, үлкен бір апатқа апаратын нәрсе ғой. Құдай сақтасын. Енді сол енді осы біздің енді мақсатымыз ескерту мұсылмандарға пайда береді ғой. Сондықтан осының жалпы осы тақырыптағы осы дүниедегі, ақыреттегі зиянын, азаптарын бір қосап осы туралы кеңірек айтып кетсеңіздер. Жалпы мен бірінші мынаны айтар едім бар ғой. Қазір мынандай интернетте де көп қой негізі. Бұл күнәнің таралып кеткенінде бір дәлелдейтін нәрсе. Қазір интернетте бір-бірлерін аңдитын паралар көп. Құранда Алла Тағала айтты ғой, енді бір-бірлерін аңдымаңдар деді. Фәлә тәжәссәсу деп. Бір-бірлерімізді аңду, тіміскіленіп, кемшілік іздеу деген нәрсе рұқсат етілмеген. Бірақ десе де анау мынандайлар көп қазір интернетте. Біреуге ақша төлейді, айтады сен мен күйеуімен сөйлесіп көрсей дейді да. Сынап. Иә, сол тиктокта көптің жас жігіттер біледі, мен тыңдап отқан. Сөйтіп сынайды, ана ақша төлейді екен да, ана сөйлесіп көреді. Сосын жаңағы ананы неге салады ғой, сосын тиктокқа салады анандай. Міне мынау мен күйеуім, сенбеймін, оңбаған екен деп салып қойды. Анау біреумен, бір әйелмен болған перепискасы ғой, который тексеріп жатқан да. Сонымен ана көп байқайсың да, анау барлығы анау тесттен өтпейді, тексерістен өтпейді. Яғни осындай бір қоғамда жалпы зина деген масқара көп. Өте қатты көп. Біз ойлағаннан да көп бар ғой. Өзіміз де білеміз ғой енді. Мен Құдай сақтасын, біраз бүкіліміздің неміз бар, бір достар бар, бір үй жақтағы достар деген сияқты, үй жақтағы достар, класстастар, бірге жаңағы колледжде оқыған, ар жақта оқыған, бер жақта оқыған, сол баяғыда есімізде солардың әңгімесі, кейбір кезде тағы да естіп қалып тоқтатып жатасың, айтып жіберіп, уағыз айтып сөздерін бөлеміз. Бірақ десе дағы біз имам болсақ та, оны естиміз біз, білеміз. Өйткені қаншама сол жігіттер бар, олар өздері де келіп айтады. Осындай көп жайылып кетті. Осыны неге айтпайсыздар? Осыны бір ел жұртқа айтып жіберсеңіздер деп айтып жатады. Оның үстіне бүгін сол тиктокта жаңағы ажырасқанда тұрған не бар? Ажырасу деген жақсы нәрсе, ажырасу деген сананың өскендігі деп сөйтіп келтіріп жатыр да. Осы біздің елімізде қазір жұптардың ажырасып жатқаны маған ұнайды дейді да бір кісі. Маған ұнайды. Бұл ненің белгісі? Сананың өскендігі, ана құлдық сана, бір адамға байланып қалған жоқ деген сияқты келтіріп жатыр да. Ішімнен бірден пайғамбардың хадисі есіме түседі. Аллаға ең жек көрінішті нәрсе саған қалай ұнайды ол? Иә. Аллаға ең жек көрінішті нәрсе саған қалай ұнайды? Және де шайтанға да ең қатты ұнайтын нәрсе сол жетістігі. Иә, саған сол ұнап тұр. Ол шайтанға ұнайды. Жаңа отбасының ажырасқаны. Өйткені отбасының екі жаққа кеткені, ажырасқаны жалғыз басты әйел. Қоғамда ортады. Иә, одан кейін тасталынған балалар, әкесінің тәрбиесін көрмеген, қамқорлығын көрмеген балалар болып қалады. Сосын екі ортада ұрыс-құрыстар, анау алимент төлеген жоқ дейді. Анау да басқа әйелді тауып алады. Анау шешесіне қырсығып, алимент төлемеймін деп, екі ортада балалар жаңағындай не істеп қалып жатыр? Зиян шегіп қалып жатыр. Зиян шегіп қалып жатыр.
бұл ажырасудың салдары емес пе? Оны жақсы көрем. Біз айтпайды да, мен имам ретінде айтайын. Біреу сені ұрып соғып атса, басыңнан жаңағыдай мозговой сотрясение қылып атса, көзіңнен үлкен фингалдарды салып жатса, шыда деп айтпайды ешқандай имам. Кім айтып жатыр деймін да? Ондай нәрсені ешкім айтпайды. Айналайын, ондай нәрсе істеп жатса айт. Ондай нәрсе болмайды. Ескерт, өзіңнің ағайындарыңа ескерт. Түсіндір, олай тұруға болмайды. Таяқ жеп сен біреудің күнде ұрып тұратын крушасы емессің ғой. Сен таяқ жеу үшін келген жоқсың ғой. Қызметін жасап жатсың. Құдайға шүкір. Біз ондай нәрсені айтпаймыз, құдайым. Біз ондай нәрсеге қарсымыз. Алла сақтасын ондай нәрседен. Ал енді жай жаңағындай себепсіз жаңағы қарапайым кішкентай себептерді алға тартып, бізде андай шетелге қыдыра алмай жатырмыз деп. Шетелге қыдыра алмай жатырмыз. Сен маған анау алтынды алып бере алмай жатсың. Екеуміздің машинамыз өте төменгі класстағы машинасы деген дүние себепті, кішкентай осы мәселелер себепті ажырасып керек пе, керек емес пе деген сияқты мәселе ғой айтайын деген. Құдай сақтасын. Сол енді осындай демек дерт біздің халықта бар, қазір болып жатыр. Өкінішке орай болып жатыр. Бұл не нәрсеге алып келеді? Зинаға алып келеді ғой. Тексіз ұлдар, жетім балалардың көбеюі қоғамдағы жаңағы. Бұрындар енді біз қазір 32-ге келіп қалыппыз ғой. Сол 15-16 жастардың өзінде ондай қазір көбінесе жетім балалар, тастанды балалар деген сияқты. Ол қатты тарап кеткен соншалық мусорға тастап, соның бәрі зина себепті болып жатқан нәрселер. Ол егер некеде тұрған болса, әкесі бар бала болса, оны өйтіп тастамайды ғой, әкесімен семьямен асыраймыз деген сияқты. Сол зинаның жемістер салдары ғой ана беріп жатқан. Өзі мынау Құранды оқып қарасаңыз, өзі зина туралы аят бар ғой. Мынау ғалымдарымыз не дейді? Құрандағы аяттар бір-бірлерімен өте қатты тығыз байланысты. Бұлар бейне бір үйдің құрылысында бір-бірлерін байланысып тұрған кірпіштер сияқты дейді. Бір-бірімен өте қатты байланысты. Алла тағала «Уәлә тақтулу ауладакум хушйата имлақ». Сендер кедейліктен қорқып балаларыңды өлтірмеңдер. Нахну нарзуқухум ва иякум. Оларды да біз ризықтандырамыз, сендерді де ризықтандырамыз. Инна қатлахум кана хитаан кабира. Оларды олай өлтіру ол өте үлкен дерт, өте үлкен қателік. Осыдан кейін бірден «Уәлә тақрабу зина». Зинаға жақындамаңдар. Ананың себебі сияқты болып тұрады. Бейне бір сол себепті зинаға жақындамаңдар. Өйткені сендер осылай жан-жақтан қорқып, осындай ризық, несібе, өмір сүру факторларынан қорқып, не істеп қоясыңдар? Балаларыңды өлтіріп қоясыңдар. Осылай білместікке барып, Алла беріп тұрған сый, біреу сұрап та, жылап та, Құдайдан сұрай алмай жатқан баланы, көре алмай жатқан баланы сен алдың не істедің? Ойнастықпен туып өлтіре салдың да. Бұл біреудің жүрегін ауыртады. Және де өзіңде үлкен күнә арқалап жібердің. Демек, Алла тағала қараңыз, дәл сол баланың аятын айтады да, зинаның аятын айтады. Демек, сол балалардың да, сол тастанды балалар, сол жаңағы бұның балалардың да жаңағы мусорға тасталып кетуі, жастайынан өліп кетуі, бұнда негізінде зинаның бұғанда әсері бар да. Тікелей әсері бар. Бұны қалай тоқтатамыз? Зинаны тоқтат. Зинаны тоқтату керек. Алла Құраны «Уәлә тақрабу зина, иннаху кана фахишата ва са'a сабила». Бұл үлкен ұятсыздық және де өте жаман жиіркенішті жол деп бітті. Жастар ертерек үйленсе, ол да бар. Енді қылмысын жасап, күнә үстіне күнә жалғайды ғой енді. Сондай ғой, сондай. Енді бұл жерде менің айтайын дегенім мынау ғой. Жаңағы осы мәселеде, жаңа зина мәселесінде сондай қатты көп қазірде өте қатты көп таралып кетіп жатыр. Қыз балалар былайша айтқан кезде өз-өздерін өте легкодоступно ұсынады. Ер адамдар да сондай бара салады. Осы орайда мен мынандай пайғамбарымыздың хадис есіме түсіп отыр. Имам Әл-Хаким бұны Мустадрак деген кітабында жеткізеді. Қайбір халықта зина жайылып кететін болса, жайылып, уже көрініп, адамдар істеп жатады уже, жасырынбай былайша айтқан кезде. Қайбір жерлерде зина жайылып кететін болса, ата-бабаң естімеген аурулардың шығуын күте бер дейді. Ата-бабаң естімеген аурулардың шыққанын күте бер дейді. Естіп жатыр ғой, ата-баба естімеген неше түрлі ауру шығып жатыр ғой қазір. Екінің бірі жаңағы спид ауруымен ауырады. Спидтің несі жоқ, емі жоқ. Құдай әдейі істеп қойған сияқты да. Емі жоқ дегенде негізі әр нәрсенің емі бар ғой.
дінімізде, шариғатымызда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисіне сай, алла тағала жер бетіне қандай ауру жіберсе, оған артынан шипаны жіберіп қояды дейді. Бұл сахих хадис. Бұл сыртқы ауруларға да қатысты, ішкі ауруларға да қатысты дейді ғалымдарымыз. Менің айтайын дегенім, бұның әдейі шипасын таптыртпай жатыр да. Спид деген, бұны істемеңдер, бармаңдар деп. Құдай сақтасын. Бұл бір дерті ма? Екіншіден, мен мынандай оқиғаларды ести бастадым. Енді имам боласың, жаназа шығарасың, адамдар қайтыс болып жатады. Түрлі себептермен қайтыс болып жатқан адамдарды көресің. Құдай, соның ішінде мынандай кісілер бар, сенесіздер ма? Күйеуі сырттан зина жасайды екен да, ауруын әкеп, жаңағы әйелімен болған кезде әйеліне передавать етіп жібереді екен ғой. Екі адамды ұрттың. Иә. Анау әйел ауыр болып жүрді сырттан, ол аны білмей сонымен қосылды, зина жасады, сөйтіп келді да, өз әйелімен қосылады, әйел ауырады да өледі. Осындай бірнеше случайлар болды. Бірнеше оқиғалар сырттан қосылып келеді, әйелмен болады, әйел ауырады, әйел қайтыс болып кетеді. Екі ортада 3 бала, 4 бала, 5 бала қалды. Сөйтіп сұрайсың, не себеп? Сөйтсе, анау сөйткен, сыртқа барған, сырттан бір ауруды әкеп келген. Сол үшін жаңа әйел, жаңа по-женски деп айтып жатады ғой. Әйел жағынан ауырады, сосын барып қайтыс болып кетіп жатады. Ол кім кінәлі осыған? Сен, ер адам, сен барма, оны істеме. Ол нәрседен аулақ жүр. Сенің отбасың бар, әйелің бар. Шахуатын қатты ма, өзіңе бірдеңке тауып ал, жаңа қызығатын кітап па, басқа бірдеңке ме, занятия, хобби, тренажерға барасың ба? Ораза ұста. Парасым айтқандай. Шахуатын басу. Ораза ұста деймін. Біреуге қиын болып жатса деген ол альтернативный варианттар көп қой негізі. Зинаның ішіндегі түрінің ең ауыры дейді. Парасам хадис келеді екен, өзінің көршісіменен зина жасау деп. Бұл 10 әйелмен зина ойнасағанында ауыр деп айтқан екен. Өйткені көршің сен жаңағы аманатын кілтін тастап кететіндей сеніміңдегі адам ғой енді. Сол қиянат жасап ойнас жасап тұрсың. Сен бөтен біреудің баласын бағып жүрген болуы мүмкін да, 10-15 жыл болды, білмейсің. Сенің балаң бөтен біреу бағатыр деген сияқты. Тек алмастыра деген ең жасырын түрі болғасын, осыны қатты деған екен да. Бізде ондай қиянат деген көп қой. Қалжыңның арасында шығып кетіп жатырады ғой. Мынау сен көршіңе ұқсайды екен деген сияқты. Сол кешеде бір телебағдарламаларда көрініп жатыр бұл. Сөйтсе жаңағы бір көршілер болған. Сөйтсе жаңағы бірнеше баласы бар. Бір-екеуі өзінікі емес екен. Құдай сақтасын да. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи, біздің дінімізде жайдан-жай жоқ қой мынандай махрам деген нәрсе. Махрам деген нәрсе бар. Әйел адамның жаңағындай шашын ғана көре алатын деген жерде. Осы нәрседе біз байқау керекпіз да. Сол үшін анау қазақта бір мақал бар ғой. Не дейді? Осы бұқа жібін үзбесе дей ма, не деп айтатын еді сол мақалды? Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді. Осыған байланысты мынау ғалымдар бүйтіп айтады да. Мен бұл жерде де бір ескертіп кету керекпіз. Алла Құранда әз-занияту уәз-зани деп айтады. Екеуінде. Мысалға әз-занияту уәз-зани. Сол кезде зинақор әйел, зинақор еркек деп айтады. Сосын ары қарай тағы да аят жалғасады, бірақ Алла айтқан кезде зинақор әйел деп бастайды. Сосын зинақор еркек дейді. Неге деген кезде? Өйткені көп жағдайда бұл жерде адамды тартып тұратын, әрекет жасайтын көп жағдайда өкінішке орай әйелдер болып қалады. Мысалға не істейді? Әлбетте кез келген әйел сыртқа шыққанда өте тартымды болып киініп алғысы келеді. Әтірлері бар. Әтірлері бар. Еще мен таңғаламын да негізінде қатты себінетін соншалық, өтіп кетіп, анау жерде 10 метрден не істесең де жаңағындай иіс деген анау шығып тұрады да. Ол мен Құдай сақтасын, біз енді мұсылман адам ретінде көзіңді тыйып, қарамай, қашқалақтап, сөйтіп әрекет жасап отырасың да. Біреулер бар ғой, өйтпейді, ол кәдімгідей көзбен атысып, иістеп шақырып, қандай керемет иіс деген комплиментінен бастайды. Сосын болды да ма, осындай жаңағындай иіс бар болсын, қысқа киім болсын, соның барлығы анау кімді провоцирует етеді ғой былайша айтқан кезде. Құдай сақтасын. Сол себепті осындай бір әрекеттер болып жатады. Сол себепті мен енді айтатын едім, кішкене бір сәл болсын, бір киімде де бір сыпайылық керек негізінде. Киімде де сыпайылық керек. Кез келген жаңа қыз балаға. Өйткені Құран солай айтып тұр бізге.
осы қыздар бірінші осы мәселеде сақтық танытса ғой деп отыр да. Құран бізге сөйтіп бұйырып тұрды. Сол себепті осы бір қоғамды қалай жөндейміз десе, бізде мен байқаймын, еркектер әйелдер еркектерді кінәлайды да. Сосын біздің де бір уағыздарымыз тыңдап жатты. Ана жерде бір оны мен емес қой кесетін, мысалы. Мен өз уағыздарымды өзім кеспеймін да. Оны біреулер кесіп алады да. Міне дейді, әйелдерге ескертіп жатқан жерінде. Еркектерге ескертіп жатқан жерлері де көп. Біз мешіттердегі сабақтарда еркектерге де қаншама ескертулерді айтамыз. Еркек адам қандай болу керек, еркек адам кінәлі, еркек адам жөнделіңдер, не істеп жүрсіңдер деп. Көздерің тиіңдер, айналайын деп көп ақыл айтамыз біз, екі жақты да ұмытпаймыз. Оны просто мен интернеттен естіп қалдым. Кез келген еркектерге ескерту, еркектерге насихат деген естісінші. Осы барлық уағыздар еркектерге, әйтпесе еркектер жиналып жаңағы әйелдер жамандап, солар барлық кінә соларда деген әңгіме негізінде қозғалмайды. Ол айтса кейбір кезде, мына мәселеде әйелдер көбірек былай істесе ғой деп кейде бір айтылады. Сол кейде бір айтылғанын қиып жүр ғой. Қиып соны жаңағы бүкіл жерге таратаған, сол тарап жүрген Құдай біледі, бір уағыз шығар, соны просто бүкіл адамдар 10 рет алдына шыға берген сайын сол деп ойлап қалуы мүмкін. Тек қана осыны айтады деп па? Тек қана осыны айтады. Жоқ, біз екі жаққа да ескертіп, уағыз насихаттарымызды айтып жататын жайымыз бар. Сол үшін ешкім ренжімесін деп айтқым келеді меніңше. Біздің жастарда мынандай қате бір түсінік бар. Қазіргі таңда да 3 рет кездессек болды деген жаңағы. 3 рет кездесу деген алу керек. Осындай көп жерлерде осы нәрсеге реклама жасалынады осы сөзге. 3 рет кездесу деген ше. Жалпы мен 3 рет кездесу керек деген нәрсені қайдан тапқан білмеймін, адамдардың бар ғой. Бірақ шариғатты қанша оқыдық, және де өзге де оқыған адамдардың қаншамасынан сұрап шықтық. Ешқандай кітапта, ешқандай жерде 3 рет қана кездесіңдер, 3 реттен алыңдар деген жоқ. Міне осы кезде сіз ондай бар ма, Қайреке? Жоқ қой. Міне осы кезде шариғаттың маманы осы фиқты оқыған Айболат ұстаз отыр. Бар ма ондай нәрсе? Жоқ қой. Ондай жоқ, ондай нәрсе. Енді мен осы орайда айтайын, не үшін айтып жатырмын бұны? Көп қыз балалар айтады енді, осы 3 реттен артық кездесуге болмағаннан кейін шығып қойдым тұрмысқа. 1 рет, 2 рет кездесіп қойып тұрмысқа шыға салғандар бар, осы үкімді естіп. Кейін артынша өкініп, дұрыстап таңдап алуым керек еді, қарауым керек еді, біліп алуым керек еді дейді. Алдағы ажырасып кетпеу үшін фактордың бірі бір-бірлеріңді дұрыстап тану. Сұрастыру ол туралы, Шариғат бізге не дейді? Хидба жаса, кездес, қай уақытқа дейін өзіңе керек мәліметтер, өзіңе керек нәрсе толық жиналғанша дейін сен онымен жаңағындай бір кездесуде, ол 5 кездесуде бітпесе, ол 7-8 кездесуде бітпесе, сен қанша саған уақыт керек, соншалықты кездесіп, одан сұрап алуыңа болады. Әлбетте жаңағы шарттарды сақталу керек. Шарттарды сақтай отыра. Екеуі оңаша кафеде кездесіп. Мен бір оңаша сұрайтын нәрсе бар еді деген сияқты. Жоқ, ол айтайын дегенім, енді әлбетте шегі жоқ деп ше, 100 рет кездесіп тани алмай жатырмын деп ше, бірден кейін бар сияқты да, бір деп түсіне алмай жатырмын деп, өзіңе бұл жерде анандай негізі не ғой, өзіңе керек негізгі факторларды білесің ғой. Сен үшін қандай қасиет маңызды? Критерийлер бар ғой әр адам, осындай негізгі важный сен үшін критерийлер болады. Қыз болды, солардың негізгі тану үшін болды, ары қарай да мысалға да тамаша болып кетеді да. Сол себепті мен айтайын деген едім, осы 3 кездесуде сондай да бір нәрселерді шектеп жібермесе ғой, алдағы уақытта бұл жаңағындай ажырасудың себебі болып қалмаса ғой деген менде бір ой ғой енді. Сосын тағы да мына нәрсені айтқым келеді. Осы Алла разы болсын, көп жас жігіттер маған жазады инстаграмда, жігіттер, бауырлар, осындай бір қызым бар еді, сонымен сөйлесіп жүредім, анау бір былай бар, мен оның барлығын айтамын, жеткізем, дұрыс емес, бауырым, болмайды олай. Сосын мен былай айтамын да, жігіттер, бауырлар, сендер қыз балалармен қашан сөйлесіп бастаңдар? Қашан сен үйленуге дайынмын дейсің? Сондай ниетің бар өзі. Сол ниет, міне мен дайынмын. Әке-шешем старттап отыр деген сияқты да. Әке-шешем маған let's go деп отыр. Сол кезде сен сөйлесіп баста, сол кезде сен ізде әрекетін жаса. Ал жаңағындай мен қазір 20-дан мен 25-те үйленем, бірақ бір қыз тұр, мына жерде ұстаз дейді да. 5 жыл іздеп жүр. 5 жылдан кейін сен үйленесің. Айналайын, саған қазір керек емес. Қазір саған ол нәрсе керек емес. Басқаша істе. Мен бүйтіп айтамын, керісінше.
сол зинаға барып қоймайық, жаман күнәға барып қоймайық. Бүкілі содан басталады ғой. Бүкілі сөйлесуден басталады. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда хадисінде сөйтіп айтады ғой, басы сөйлеуден басталады, ұстаудан басталады, сосын Құдай сақтасын, ары қарай уже өзге істер болып кетеді. Өзге істер болып кетеді. Өйткені ер адам бар, қыз бала бар, табиғаттың заңдылығы екеуі бір-бірлеріне тартылып тұрады да. Екі ортада шахуат, нәпсі деген нәрселер бар. Құдай сақтасын, шайтан бар, әлбетте, міндетті түрде. Сен бәрі осы қызды ала саласың ғой дейді. Қыз да айтады, сен бәрі осы жігітке тиесің ғой дейді. Қараса жап-жақсы тәп-тәуір жігіт қой. Ойбеке, қыздардың қайсысы дұрыс деп айтайсың деп. Оны неше түрлі сөздермен алдап, екеуін сондай бір Құдай сақтасын опас іс-әрекеттерге апарады. Менің жаңағы бұл жерде айтқым келіп отырғаны, мен бүйтіп айтам, сен өзіңді рухани дайында, рухани жағынан, өзіңнің сала жағынан өзіңді үлкен бір өсір. Санаңды дамыт, IQ-іңді дамыт, руханиіңді дамыт, бүкілің дамытып алып, өзіңді Құдай үшін сөйтіп дайында. Сол кезде Құдай да саған ар жақта біреуді дайындайды. Құдай да ар жақта саған біреуді дайындайды. Сен соны біл деймін, соған сенші. Құдай, мен сенің разылығың үшін тыйылып жүрмін, сенің разылығың үшін жаңағындай артық әрекетке бармай жүрмін десең, қыз бала болып сен Алла саған бір салихалы еркекті жолықтырады. Өйткені адамның білімі өскен сайын, руханияты дамыған сайын, оның критерийі де күшейеді. Ол сразу біледі, шарлатан, өтірік тақуа, маскавек, ол біліп тұрады. Уже маскавиктер, ал анау кішкентай ғана өзі намаз бастағаны бүгін, сән бір-екі ай сөйтіп барып тұрмысқа шығып, өзі рухани дұрыс дамымағаннан кейін бір-екі жігіт анау намаз оқимын десе болды, соған шығып кете салады да. Намаз оққан барлық әулие емес қой. Намаз оққан барлық әулие емес. Намаз оқу деген ол руханиятқа бірінші қадам. Жайлап тәрбиелейінші өзімді деп жүрген адам. Бірақ ол толық бір руханияттың кемелділігін білдіретін әрекет емес әлі. Ол қалай намаз оқиды? Сол үшін мынандай сөз бар да, айуасыз. Бір ғалым айтады да, салихалы әйел дейді, ол Құдайдың сыйлығы болып келеді дейді. Оны іздеп таппайсың дейді. Өзің дұрыстасаң, сый болып келеді дейсіз. Неге білесіз бе? Өйткені тақуалық, иман деген нәрсе көзге көрінбейді ғой. Ол адам жүрегінде тұрады. Сен адам жүрегіңді ашқа салихалысың ба деп, сен біле алмайсың. Ол сыйлық болып келеді дейді. Никак біле алмайсың да, түсініп отырсыз ба? Міне осындай нәрселер бар да. Мен айтамын, өзіңді дайындашы, бармай. Сыйлық келе жатыр. Сыйлық келе жатыр. Сыйлық келе жатыр. Не есіме түсіп отыр ғой. Айтып жатырмық қой, жігіттер сөйлесетін ағылады деп. Соны Шейхан ханның бір уағызында айтады. Жігіттер айтады дейді да, мен өзім шахуатыма ие бола аламын мен деп айтады дейді. Қызбен сөйлесе береді дейді да. Өйткені мен слабый емеспін деген сияқты ғой. Сен сонда айтамыз дейді, сен өтірік айтасың деп дейді. Сен аурусың, болмаса өтірік айтасың. Өйткені еркекті сөйтіп жаратқан шахуатың бар сенің. Ол үшін өйтіп жақында ар жағы зина болатын анық ол, өз-өзіңді алдамай-ақ қой. Мүмкін ауру шығарсың істемейтін. Ол кезде кетті енді. Ал андай қалып өз-өзіңді жаңағыдай алдап, кейіннен арт жағы зинаға кетіп қалып отырады да оның. Бір-бірімен жақын араласып жүре береді ғой. Етене сөйлесіп деген сияқты. Осындардан жігіттерде сақ болу керек та қатты. Тіпті дінді ұстанып жүрген намазхан жігіттердің өзі де сөйлесе береді да жаңағыдай. Мен өзім әйтеуір нәпсіме беріппін деген сияқты. Бірақ артынан оңаша алған кезде жетеу әңгіме жүргіздіктен байқамайды. Сол үшін алдын ала тыйып отыру керекпіз да. Соның есіктерін ашпай деген сияқты. Мен осы кезде енді тек қорқыта бермей, біздің сүйінші хабарды айтып қою керекпіз да. Сол орайда бір-екіні сөз айтып жіберейін. Біріншіден, мынандай нәрсе бар, пайғамбарымыздың мынандай бір тамаша хадисі бар. Енді мағынасы былай, кімде кім бір әдемі сұлу қызға қараудан өзінің көзін тыйса дейді пайғамбарымыз, оған Алла тағала иманның ләззатын сездіреді дейді. Оны бізге ұстазымыз бүйтіп түсіндіретін. Қаншалықты сұп-сұлу әдемі қыз кетіп бара жатса, сен сол кезде көзің түсірсең, соншалықты сұлу иман береді сенің Құдай жүрегіңе дейді. Әдеміліктен тыйылып атсаң, көзің жұмып төмен түсіріп, жаңағындай көзіңді арғырата әкетіп атсаң, сол кезде Алла тағала саған жүрегіңе сондай әдемі иман әлсіреп кетті дегендерге лайфқа келгенде шеттің келе ма? Жаңа көзін түсіріп жүр деп. Сосын тағы бір екінші нәрсе, анау пайғамбарымыздың
білесіздер, хадисі бар әйгілі имам Бухарида келетін, жаңағы ертең қияметте аршының көлеңкесінде болатын 7 адам туралы. Түрлі адам айтады. Иә, соның біреуі қандай дейді? Бір ер адам, оған әп-әдемі сұлу әйел келіп, бері кел деп оны шақырған кезде, мен Алладан қорқамын деп одан бас тартқан еркек дейді. Сол аршының көлеңкесінде болады дейді. Мысалы, үлкен сүйінші хабар ғой. Көлеңке таппай жатқанда. Иә. Құдай-ау, Алладан қорқам деп бас тарттың ба? Болды. Алла тағала сенің панасына алды дей берді сол кезде. 7 категорияға кірдің. Иә. Және де әйгілі бір хадис бар, білеміз, анау, бұл да Бухариде келеді, үңгірде қалып қоятын 3 адам туралы ше. Үшеуі үңгірге қалып қояды, үңгірдің сыртын тастар жауып қояды. Сол кезде жақсы амалдарымызды айтайық дейді. Біреу ата-анасына жақсылық қылғанын айтады. Сол кезде тастар қозғалады. Екінші адам өзінің жұмыскерлеріне әділдік қылғанын айтады. Сол кезде де тастар қозғалады. Сосын үшіншісі не дейді? Өзімнің қатты жақсы көрген, баяғыдан ұнатып жүрген жаңа қызым, қыз сөйтіп келіп менен қарызға ақша сұраған кезде, мен саған ақшамды берейін, бірақ екеуміз жыныстық қатынасқа түсеміз дегенде келісті. Бірақ сөйтіп енді сол ұятсыздықты жасайын деп жатқан кезде Алладан қорқ деген кезде соны тастай салған. Алла үшін содан бас тартты, болды. Сол кезде жаңа есік ашылады ғой. Көрдіңіз бе? Мен айтайын дегенім, қарап отырсаңыздар, Алла үшін зинадан бас тартқан адамға Алла бір үлкен бір сыйы бар да. Осы дүниеде де, арғы дүниеде де, иншалла. Арғы дүниеде білеміз ғой енді. Сыйсыз қалмайсыз дейсіз ғой. Иә, енді еркектердің жеке тақырыбы десең.